Ал достар, бисмиллах деп мінекей сковородкаға мен балымды салып аламын. Бұны водяной ваннаға жасамаймын, себебі қарап отырғандарыңыздай бірден сковородкаға балымызды ертіп аламыз. Бұлай жасаған себебім уақытты да үнемдейді, барлығына өте жақсы. Қазір үстіне 5 грамм ас содасын қосамыз. Мінекей. Одан кейін бұны араластырып тұруымыз қажет. Қазір араластырамыз. Бұл кезде көпіршіп, карамельный түске дейін күтеміз бұны. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай, асты қызған кезде өзі бірден көпіршіп шыға келеді. Ал мінекей достар, өздеріңіз қарап отырғандай, карамельный түске еніп, балымыз, сода екеуі араласып, 5 минуттың ішінде осындай көбігіміз пайда болды. Қараңыздар. Мен араластырып тұрдым, 5 минутқа да тіпті жеткен жоқ. Өте қысқа ғана уақыт алады. Ең басты жәнде тұрып араластырып тұрсаңыздар болғаны. Бұл менің бір құпиямның бір сыры. Себебі көп адамдар сұрайды менен торттан шоколадный түсті қалай жасайсыз деп. Мен осы бірден газдың бетіне осылай сковородкаға салып араластырып тұрамын. Сол кезде өте жақсы карамельный түске бірден енеді. Енді үстіне 200 грамм сары майымызды қосамыз. Өзі ериді оның ішінде. Ерітіп, сосын бөлек суытып қойып қоямыз. Оған дейін біз жұмыртқа қоспасын дайындап аламыз. Қазір миксерді. Одан кейін осы қоспамызды қосамыз. Мен мінекей оттан алдым. Өзі ыстықтың ішінде ериді майымыз. Қараңыздар, түсі қандай шоколадный, өте карамельный, өте әдемі түске енді. Қазір майымыз ериді. Осылай майымызды ертіп аласыздар. Одан кейін суып тұра береді шетте. Ал енді достар, міне көріп тұрғандарыңыздай, қазір пешті қосып қоямыз, өйткені қызы беру керек. Мен конвекцияны қолданамын, қараңыздар. Асты, үсті, жәні барлығы қызып тұру керек. Одан кейін градус 200-ге алып барамын. 200 градуста бірінші қыздырып аламыз. Болды. Қазір жұмыртқа қоспасын дайындаймыз. Біз оған дейін балымызды ертіп, маймен дайындап қойдық. Ол суығанша мінекей 5 жұмыртқамызды алып, қазір қантпен миксерлеп аламыз. Жұмыртқа комнатный температурада тұрғаны жақсы. Бірден тез еріп кетеді. Мінекей 5 жұмыртқамыз, үстіне 200 грамм қантымызды саламыз. Енді миксерлеп аламыз. Қанты ерігенше 5 минут. Жаймен бастаймын, содан кейін үдетемін. Достар, мінекей жұмыртқа қоспамыз қантпен араласып, көпіршіктеніп, қантымыз еріп дайын болды. Енді осының үстіне қазір бал қоспамызды қосамыз. Мінекей барлық бал қоспамызды жақсылап қалдырмай, бәріне осындай лопатка қолданғандарыңыз дұрыс. Енді достар, қазір осыны ұзақ емес, аз ғана 2 минут айналдырып аламыз. Қоспаны дайын болды. Енді қазір үстіне қопсытқышымызды саламыз. 5 грамм қопсытқыш және мен ұнды саламын. Ұнымызды саламыз қазір. Міне достар, ұнымызды салдық. Енді қазір осыны араластырып аламыз. Оны жазылғанша, бұдан қатты қою емес, қатты сұйық емес, өте бір неге ұқсас десем болады, блиннің қамырына ұқсас, сондай бір қоспа шығады. Қараңыздар. Мен қазір тоқтатып миксерді, кішкене шетін ұнымызды сүріп аламын. Одан кейін қайтадан араластырамыз қоспамызды. Ал достар, міне қамырымыз дайын болды, коржымыздың қамыры. Мен қазір бұны шығарып алып, майлы қағазға барлығына төсеп, бұл жерге қазір дайындаймын. Қазір мына поклан деген майлы қағазымызды алып, қайшымен бәрін кесіп аламыз.
бірдей қылып. Бұл қағаздың сапасы өте жақсы, ештеңе жабыспай, жақсы піседі. Беске пісірсеңіздер де, булочка пісірсеңіздер де, барлығына жақсы піседі, сапасы өте жақсы. Қағазымызды 8 бөлікке бірдей қылып бөліп алдым, кесіп дайындап алдым. Одан кейін торттың қалыбының асты бар ғой, соны қазір бірдей қылып бәріне шеңбер сызып шығамын. 8-іне де шеңбер сызып. Мінекей мен барлығын бірдей қылып шеңбер сызып алдым. Қазір үстіне корждарымыздың қамырын біркелкі қылып бірдей қылып 2 қастан құйып шығамыз. Қамырымызды құйып шығып аламын. Бәріне бірінші бір қасықпен құйып шығамын. Мінекей бәріне бір қасықтан құйып жатырмын. Бәріне 8-ге бөліп қойған майлы қағазыма бәрін бірдей қылып, біркелкі қылып бөліп шықтым. Енді қазір мына торт етін сәндейтінен осымен барлығын қазір бірдей қылып тегістеп шеңбер сызып шығамыз соның бетіне. Енді қамырымызды осылай жайып шығамыз, айландырып отырып. Қараңыздар, қамырымыз қатты қою емес, қатты сұйық емес. Бірден құйғаннан кейін осылай араластырып жайып дайындап алғандарыңыз дұрыс, себебі қамыр тұрған сайын қоюланып кетеді. Сондықтан бірден осылай жазып, біркелкі қылып шеңбер ретінде осылай жазып алыңыздар қамырларыңызды. Барлығын бірдей қылып бөліп, шеңбер тәріздес қылып дайындап алдық. Қазір бірінен кейін бірін 5 минутта тез арада духовкаға пісіріп аламыз. Ал енді бисмиллах деп қамырымызды, корждарымыздың қамырын мінекей осындай ыдысқа салып, духовкаға 5 минутта тез арада пісіріп аламыз. Мінекей қойып аламыз. Өте тез піседі. Ал достар, қазір корждарымыз тез арада дайын болғанша біз арасында уақытты үнемдеуіміз үшін кремімізді дайындап аламыз. Бұл кремге мен сливкидің 33% Чудское озеро осыны қолдандым, және творожный сырға мінекей Палли деген марканы қолдандым. Кез келген проценті бола береді, 69%, 74% бола береді. Мен қолданып жатқаным 74%. Немесе креметке сырын да қолдансаңыздар болады. Және 220 грамм қант ұнтағы. Сахарный қосамыз. Қазір кремін дайындап аламыз. 450 мл сливкиімізді дайындап аламыз. Өлшеп. 450 мл, кішкене 500-ге жақынырақ, ештеңе етпейді. Қазір сливкиімізді өлшеп жатырмыз. Енді қазір таразыға творожный сырымызды өлшеп алайық. Кремімізді дайындап алайық. Бұған мен творожный сырдан 400 грамм алдым. 400 грамм сырымызды саламыз. Үстіне 220 грамм қант ұнтағы. Қазір екеуін миксерлеп аламыз. Бастапқыда жай миксерлеп аламыз, кейін үдетеміз. Енді үстіне сливкиімізді құямыз қазір. Мінекей достар, сливкиімізді құйдық. Енді қазір жайменен, өте жаймен бастаймыз кремімізге. Одан кейін кішкене үдетеміз жаймен. Өйткені творожный сырмен екеуі араласып қоюға крем шығу керек. Бірден қаттырақ қоюға болмайды. Шет-шетін түсіріп алайын. Миксер толық бәрін алмайды, сондықтан мен үнемі лопатқа қолданып шет-шетін түсіріп отырамын. Жаймен елді көбейтіп жатырмын. Біртіндей қоса бересіз. Мінекей достар, қантымызбен сахарный пудрамен, яғни творожный сырымыз осындай болып, еріп, араласып, қазір үстіне енді сливкиімізді құямыз. 450 мл сливки. Құйып қазір өте абай болып араластыруымыз қажет. Себебі көп адамдар осы жерде қате жібереді, өйткені кіріп кетеді деп жатады кремдері.
мінекей тез арада қоржынымыз дайын болды. Осындай өте нәзік, өте жұмсақ қоржынымызды тез арада пісіріп аламыз. Мынаны алып, енді келесі қоржынымызды салып, қазір тағы да духовкаға салып аламыз. Енді достар, қойдарымыз қазір мүлдем жабыспаған, осылай аккуратно алып, жеке-жеке осылай тарелкаға жинап қоямыз. Сосын суып тұр уже, бәрін арасына крем жағып, тортымызды сәндейміз қазір. Достар, мінекей қоржындарымыздың барлығын пісіріп алдық. Енді осы қоржындарымыздың ішінде біреуін алып, мен блендерға салып, сыртын сәндеу үшін қазір барлығын блендерлап, өте майдағып үгітіп алдым. Достар, мінекей мен жаңағы крошкалап алған қоржынымды екіге бөлдім. Мынау сыртына сәндеуіміз үшін қажет болады. Ал мынау қазір үстіне кішкене крем қоямдағы. Кремді салып, мінекей кремімізден кішкене саламдағы, араластырып, содан өте нәзік шариктер жасап қоям бетіне сәндікке. Қолымызбен домалатып, өте нәзік бір шариктер жасаймын. Қазір қараңыздар. Құрт тәрізді қылып, домалатып шариктер жасаймын. Достар, қараңыздар, мен кішкентай шариктер жасап аламын. Домалатып, өте нәзік жеген кезде бұрынғы картошкамыз сияқты болады. Осыны домалап, өте домалап, кішкентай 5-6 жасасаңыздар жетеді. Соны алып, мынаның сыртына аунатып аламын. Сол кезде өте бір нәзік домалақ картошка шығады. Қараңыздар. Қазір бұны торттың бетіне қойып шығамыз. Осындай өте кішкентай картошка шығып жатыр, қараңыздар. Өте сүйкімді. Бұл да ауызға салған кезде еріп кетеді. Өте дәмді. Торттың бетіне қойған кезде балалар таласып тұрып жеп қоятын дәмді картошкаларымыз шығады сәндікке. Қараңыздар, сыртына сәндейтін крошкаға мен осылай бөліп алдым. Қараңыздар, өте әдемі, сүйкімді картошкаларымыз шығады. Тіпті жегенге өте бір приятный есен болады. Бұл тортты үлкен кісілер де жақсы ұнатады, балалар да жақсы ұнатады. Себебі дәмі жұмсақ, аузыңызға салған кезде еріп кететін өте дәмді бір біздің сүйікті тортымыздың қатарына жатады. Ал достар, мінекей ең соңғы тортымызды құрап сәндеу процесіне де келіп жеттік. Оған қажетті құралдарымызбен таныстыра кетейін. Сол мінекей торттың асты айланып тұратын осындай. Одан кейін торттың астына қоятын кез келген өзіңізге ұнайтын түстен, маған білесіздер, ақ түс ұнайды, сондықтан үнемі ақты қолданамын. Одан кейін кольцо, мен торттың қалыбын қолданып жатырмын. Одан кейін ацетатный пленканы қоямыз. Мен алдыма дайындап алдым. Мінекей, оны қоюымның себебі, тортты жинаған кезде темірдің дегенмен дәмі шығып кетпес үшін қолданылатын құрал саналады. Бұл ацетатный пленка. Бұны ас декордан кез келген кондитерский магазиннен сатып алуларыңызға болады. Енді бисмиллах деп тортымызды жинау процесіне ең алғашқы қоржынымызды қойдық ішіне. Бисмиллах деп баспаймыз, үстіне кремді саламыз. Креміміз бәріне жеткілікті болады, бұны өйткені. Одан кейін тортымызды мына кішкентай торт тегістегіштен бетіне кремімізді айландыра тегістеп шығамыз. Екінші қоржынымыз кетті. Баспаймыз. Өте аккуратно салып, кремімізден қойып шығамыз. Мінекей тортты айландырып отырып, бір келкі қылып, осылай кремді қойып шығамыз. Қоржындарына крем жақсы сіңіп, дайын болған кезде тортымыз жұмсақ, балдай өте нәзік торт шығады. Ал үстіне келесін алып кетіп алайын. Мінекей келесін алып кетіп алдым. Баспаймыз. Қайтадан 2 қасық тортымызды осылай сәндейміз. Кремімізді қойып, ал мынау соңғы қоржынымызды қойып жатырмыз. Кремімізді қояйық. Бұл торт байқап отырғандарыңыздай өте оңай, уақыт өте аз кетеді. Қонақтарыңызға, отбасыңызға өте дәмді, жеңіл, уақытыңызды алмайтын өте керемет торт болады деп осылай сенемін. Достар, мінекей, мен ең соңғы қоржынымыздың бетін кремін жағып,
қазір холодильникқа крем сіңгенше қоя тұрамын. 1 сағатқа қойсаңыздар да болады, болмаса 2 сағатқа да қойсаңыздар болады, бір түнде де қойсаңыздар болады. Соңында қоржыңызды шығарып, ең соңында бетін сәндеп, әдемілеп дастарханға ұсына берсек болады. Тортымызды мен шыдай алмай шығарып алдым. Негізі 1 сағат тұрғаны абзалырақ. Мен 15 минутта шығарып алдым, себебі күн батып бара жатқандықтан мен ерте жарықта кейін сәндеп, одан кейін ары қарай тоңазытқышқа қоя тұрамын. Қазір ең алдымен пальцосын шығарып аламын, қараңыздар. Пальцосын шығарып аламын. Мінекей. Одан кейін ацетатный пленканы шығарамыз. Жай. Тіпті мына жерін кесіп алса да болады. Қазір мен кесіп алайын. Ал енді мынаны жай ақырындап шығарып аламыз. Крем кішкене қатқанда жақсырақ болар еді, бірақ ештеңе етпейді. Мінекей, енді шетін кішкене ортаны айландырып жіберіп, ортаны айландырып жіберіп, шетін сөйлеп аламыз қазір. Және бетінде кішкене сөйлеп аламыз. Көрініп тұрған кезде тез болғаны дұрыс. Мен бетіне көп крем қалдырған жоқпын, себебі қазір қоржынмен жауып тастаймын. Енді сыртын ол өз қалауларыңыз бойынша сәндеулеріңізге болады. Бірақ мен қазір қарап тұрғандарыңыздай черешня, одан кейін шабдалы, қазақша шабдалы, орысша персик, одан кейін бағана дайындап алған картошка шаригімізді қоямын және крошкамен сәндеп аламын. Ол енді сырты өз еріктеріңізге байланысты. Жаймен, нежный. Осылай қойып шығамыз. Мінекейіңіз, шетін осылай, барлығын қойып аламыз осылай. Мінекей, мен крошкамен тортымды толығымен бетін, шетін бәрін жауып тастадым. Бұл енді өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Егер қаласаңыздар, мысалы, тек қана ортасын ғана қалдырып, шетін ғана крошкамен жапсаңыздар болады. Ортасын ақ қылып, мысалы, туған күнге жасасаңыздар болады. Ортасына жазу жазып, құттықтаймын туған күніме деген сияқты. Мен бұны үйге жасағандықтан, мысалы, қонақтарға болсын, осы түрі ең жақсы көрінеді дастарханда. Себебі сыртынан қарағанда бұл тортымыз бал торт екені көрініп тұрып келеді. Қазір мен мына кремді тегістіргенмен былай бетін тегістеп шығамын. Өте оңай тегістеледі. Мінекей көріп отырғандарыңыздай. Беті тегіс болып. Мінекей тортымыздың сыртын крошкамен жауып, тортымызды дайындап алдық. Енді ең соңғы этапымыз бетін сәндеуге кірісеміз қазір. Мен сәндеуге кеше дайындап қойған мінекей шариктерімді шетіне қойып шығамын. Одан кейін ең ортасына шабдалы қойып шығамын, кесіп қойдым дайындап. Одан кейін шетіне черриді қойып шығамын. Черешня. Ағылшынша үйреніп қалғандықтан кейде черри деп ағылшынша қосып кетіп жатырмын. Мінекей, енді қазір шайменен бастаймыз. Тек мен мыналарды шетіне қойып шығамыз. Бұның да дәмі тура бал торт. Осылай шетіне қойып шығамыз біртіндеп. Ортасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жемістер қойсаңыздар болады. Өздеріңізге ұнайтын жемістерді қоясыздар. Мысалы, қыс кезінде мынандай шабдалының дайын консервадағысы да болады. Әр сезонның өзінің жемістері болады. Соған қарай сәндесеңіздер, өте жемісті, әдемі бал тортыңыз шығады. Міне достар, мен шетіне барлығын қойып шықтым. Мына шариктерді сіздер өздеріңіз бұдан да майда қылып, көбірек қылып қойсаңыздар болады. Себебі балалардың барлығы осыны кескен кезде таласып қалатын. Осыған қатты таласып қалады біздің үйде балалар. Енді ортасына мен персигімізді қойып шығамын, шабдалы. Бұны да аз қойған жақсырақ, себебі кескен кезде бәрі шашылып, төгіліп, солай болып кетеді. Сондықтан аз қойыңыздар бетіне.
черешня. Енді қалған жеріне черешняларымызды қойып шықсақ болады. Басып қоя беріңіздер сәндік үшін. Креммен сәндесеңіздер де әдемі шығады. Мен әр кезде өзім жалпы әр кезде әртүрлі жасаймын. Мінекей болды. Ортамыз әдемі бал тортымыз шықты. Бетін енді өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай сәндесеңіздер болады. Қазір кесіп көрейік. Ортасы қалай шыққанын оны да сіздерге көрсетейін. Қазір кесілген кезде де өте әдемі кесіледі. Бір шарикпен кесіп аласыздар. Достар, егер қаласаңыздар, персиктарыңыз көрініп тұру үшін екі қабаттап, екі рет бірінің үстіне бірін осылай қойып шықсаңыздар, жақсырақ көрініп тұрады екен. Қазір мына жағынан біреуін қояйын, тағы біреуін. Кесіп дайындап қойғанмын. Ол кезде гүліміз өте әдемі көрініп тұрады, қараңыздар. Биіктеу болып. Тортымыз дайын. Енді тортымызды арнайы торт қойғыш ыдысымызға қойып, ол кезде қойған кезде бізде қазір түрі бірден өзгеше болып, биік болып столда өте әдемі көрінеді. Одан кейін тортты арнайы өзінің кескішімен кесуіміз қажет. Мынау торт алғышы кесеміз. Екеуі арнайы бір комплектіде. Қазақстанда да қазір сатылады. Мен бұны ақштан алып келген. Өзіммен арнайы. Қазір енді тортымызды кесеміз. Мінекей тортты осылай биік қойған әдемі. Бірақ столға апарған кезде бірден кесіп апарған өте ыңғайлы болады. Барлығын үшбұрыштап, барлығын кесіп апарасыздар. Одан кейін алдыларына қонақтарымыздың алдына салып берген кезде өте ыңғайлы әрі оңай болады. Ол жерде кесіп жатырмыз қазір. Өте жұмсақ тортымыз. Үлкен жоқ кесіп аламын. Сіздерге мен ортасын көрсеткім келіп жатыр. Себебі ортасына крем сіңіп қазір жақсы болып ұстап тұрып тортымызды аламын. Мінекей ортасын қараңыздар. Және мына жақты қараңыздар. Мінекей қоямын. Қараңыздар. Бал тортымыздың ортасы кремі сіңіп, өте дәмді, жұмсақ тортымыз шықты. Қалғанын бір-бірден кессеңіздер болады шарикті.
егер жіңішке алып кесем десеңіздер бір-бірден. Мен мысалы мынаның ортасын кессем болады, мына торттың. Фруктыны және қоямын. Мына жерден де кессем болады, мінекей. Кесілген кезде өте жұмсақ торт. Және мына фруктымызды біреуін мына жерге, өсеңіздер болады. Біреуін мынаның және тортымыз дайын. Ал баршаңызға ас болсын, үйреніп алыңыздар. Бұл торт жеңіл, дайын. Өздеріңіз көріп отырғандай, өте жылдам пісті, уақыттарыңызды көп алмайды. Мен басқа да түрін білемін, 2-3 түрін, бірақ осы түрі өзімізге қатты ұнайды, себебі уақытымызды алмайды. Қонақ келгенде болсын, өзіміздің үйге болсын, тез арада дайын бола қалатын ең жылдам түрі осы түрі. Егер қаласаңыздар, алдағы уақытта басқа да түрін көрсетуге тырысамын. Енді дәмін көрейік қазір. Кремнің барлығы жақсы сіңді, бір түн тұрды бұл. Тоңазғышта енді көрейік. Өте дәмді, жұп-жұмсақ шаймен өте жақсы кететін торттың бір түрі. Ал ас болсын, менің мастер-классына қосқандарыңызға көп рахмет айтамын барлық баршаңызға. Әлі болашақта мен сіздермен бірнеше түрлі дәмді торттардың түрлерін, әдемі дастархан ұсыну түрлерін барлығын көрсетемін деп ниет етіп қойдым. Көп рахмет.